Егерде біз фельдшер болып кетсек. Кешіріңіз, сіз Борат емессіз ба? Борат? Иә. Ой. Малға теңеш, малға, хайуанға теңе, Боратқа теңегенше. Аяқ киім шешпейсіз ба? Аузың жап. Қай жер? На деме, нақты айтса, басекен түсінбей жатыр. Не жебек кеше? Мәшки. Қалды ма? Иә. Асып жібересің ба біз? Так, аурама на жерден басым. На жер ше? Аурама? Аурама? Осы жер екен. Ауырып жүрген ғой. Мынаны тамаққа дейін ішесің, мынаны тамақтан кейін ішесің, мынаны тамақпен бірге ішесің, мынаны сүрек өткен ба? Өтіп өткен. Осыны да ішесің. Түнде жатасыз ғой, сол кезде беліңіз жөтелмей ма? Жөтеледі. Вирус деп жазып жіберем ғой. Тағы да дәрілер бар, сіздерге жазып берейін списокке. Ертең аптекаға апарсаңыз береді. Егерде біз бомж болсақ. Тұр бар, кет бар үйге. Кете. Тұр бар, кет. Кете, досым шақырамын. Досым. Кете. Кете. Кел. Назағындағысы менікі. Ортасындағысы менікі. Тортта қалдым, торт. Гүл. Олғаш қыздар. Фу, идите отсюда. Сасып тұрсыңдар. Сасық болсақ та жүрегіміз таза. Саған керегі ақша ма? Өй, деп бетіне лақтыратын ақша да жоқ. Егерде біз источник болсақ. Бер. Тиді, болды. Әдем тиді. Нормально. Братан, ол неден кеткен? Мәши, вообще жүрмей жатыр. Не ғанау? Ауғыстың шнурын ауыстырсай. Бірақ мына артқы фарын ауыстыру керек саған. Ол жаңа ғой. Қой? Иә. Сап қойым ғой қазір. Неме, братан, сіз темек шегетін бедіңіз? Иә. Мә, содан ғой мынау кетіп қалған. Айтпайсың ба, братан келген кезде темек шегемін. Түсінбедім. Брат, темекін алып тасташы. Ей! Мен не болды астына? Ей! Брат, тұрсай, айтып отырсың. Айтсай. Не болды астына? Құршаш, не болды деп келе бермей. Баш, ұйықтап отыр ғой адам. Жақсы, брат. Кеп тұр осындамыз. Яны қолыңда? Боқ біләні торымыз ғой, машина. Кетті ке. Поқы. Егерде біз хирург болсақ. Біз келмесек өліп қаласың, ә? Арзан укол салып жүрейік па? Так, операционныйдан артық адамдар шығамыз. Сіз жата беріңіз, өбе, сізге қатысы жоқ қой. Кесек үшін. Қарбыз кесіп жатырмын, дұрыстап кесейін. Так, не болған маған? Тамақ жеп атып, ішіне қылшық кіріп кеткен дейді. Мынау қыл жеп атып, ішінен тамақ шыққан сияқты ғой. Бүкіл ақшаны осы ең жеп жүрген. Ішегін қарсы. Ақтөс, ма. Қазір қайттан саламыз ғой ішіне. Ақтөс, Ақкөй. Асты жағына байлашы. Операцияның бүтініне сәлек қалды. Ай, аға ауырып отыр. Наркозбен жасайсыздар ма? Ауырып отыр. Не сен мешет етіп атсың? Таста өзі істеп алсын. Өзің істеп алма. Ауырып отыр. Болды. Операция өте сәтті аяқталды. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Аузын тік ұстаппыз ғой біз. Егерде біз детектив болсақ. Так, жасы 40-та шамасындағы мужик суреткесі ғой. Шамал, күліңіз. Күле берме, жұмысқа серьезно қарайын. Не күле бересің? Түрі просто прикольно өліп қапты да. Щетка. Біреу щетка тығып өлтірген сияқты. Мұнда тағы бір щетка. 2 щетка тығып өлтірген екен. Мұнда щеткілер. А жоқ, щетка сататын аға екен ғой. Так, мен ернін тексеріп көрейін аузын. Алма жеп өлген. Мұнда телефон тұр. Соңғы рет қалаулығын көрген екен. Қалаулығын көрген? Значит, намыстан өлген ол. Есінде ешқандай. Блядь, да хуяқты қыппын ғой. Түсінікті блокноттан өлген. Блокноттан.
Егерде мен әкім болсам. Әкім мырза, сіздің телефоныңызға президент хабарласып жатыр. Бос емес деш. Ойнап айтам. Алдыма отырып. әкімсіз ғой сіз? Әкім мырза, сізге бір сұрақ. Сіз осы қалай көтерілдіңіз? Қалай көтерілдіңіз? Иә. Лифтпен көтерілдім. Бөлінген миллиардқа 2 мектеп, 2 садик сал, зачек қалуатса, горилла алса ше? Горилла? Жасылын аласың ғой. Әңгіме айтсаңдар ше, шама қызық болсын. Так, Гүлзипа, маған бір кофе. Андай біртүрлі ауылдың әкімі сияқты андай. Гүлзипа, кофе. Гүлзипа. Бәрін қойып тура жолға түсу керек еді ше. Ол үшін жол салсаңызшы әкім аға. Сен сөйлейсің ба? Көтіңді әлі жүрейін ба? Егерде мен мұғалім болсам. Ағай, сабақ басталып кетті. Орындарыңа отырың. Так, числоны жазыңдар, бүгін қазанның асты күйе. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Жоқ, 8 септік бар екен. 8-шісі қандай? Антисептік. Ертең сабақтарын оқымасаңдар, базарда тиктокер болып кетесіңдер. Ой, тиктокер болғым келмейді. Оқуында сабағыңды. Бізге де айтсаңдаршы, күлейік та. Ағайда, ең келдіңіз ғой, бұтыңыз жыртылып қалған ғой сіздің. Кәні? Кім класса темекі шегіп жүрген? Манас қой, ағай. Манас! Бір штук темекі. Бар ма? Ағай, сіз мектепке физикадан 3-ке шыққан екенсіз ғой, қалай мұғалім болып жүрсіз? Ты на физику не смотри, я духом сильный.